негізі самооценкасы төмен әйел бессознательно өзінің партнерінің, күйеуінің жанында әлсіз болған қалайды. Не себепті? Өйткені бәрібір әйелге өзін жақсы сезіну, маңызды сезіну өте қажетті. Сондықтан мықты еркектен қорқады. Оның жанында бір өзімді ничтожество сезініп қалам, менің ішінде минусым көп қой, мен бетіме баса берсе, сосын мен жақсы көрмей қалса деген сияқты кәдімгідей бессознательно қорқады. Және еркек мықты болса да жақсы тұстарына қарағанда оның минустарын, жаман тұстарына акцентті көп жасайды, соны көп көреді. Не үшін? Өзінің төмен самооценкасын сол арқылы жұбату үшін, өзін көтеру үшін. Қыздар, вот позвольте себе сильного мужчину. Ол үшін өздеріңізді танып, өздеріңіздің ішкі әлемдеріңізбен жұмыс жасап, самоценностьтарыңызды көтеріңіздер.